Біздің психиатриялық аурухана қаланың батыс жағында, ернеуіне тас қалаған шағын өзеннің жиегінде болатын. Аурухана ескеді, сылақтары түсіп қалған алабажақ. Кірпіш дуалының төбесінде әбден тат басып, шіруге айналған қалыңтыр шатыры бар. Маңайда машина жүретін көше болмағандықтан, төңірек ертелі-кеш құлаққа ұрғандай тып-тыныш болып тұрады. Көктем кезінде өзеннің сарқыраған дыбысын терезені ашып тастап түнімен естіп шығасың. Тау жақтан жел соққанда, арғы беттегі бақшадан жемістердің қышқылтым иісі мұрынға келеді. Жаз шыға бала-шағалармен күнге қыздырынуға келген қала халқы жағаға сыймай кетеді. Жалпы аурухана үйінің ескілігі болмаса, тұрған жері психо дертіне шалдыққандар үшін таптырмайтын орын. Сенбі күндері аулада туған туысқандарымен бірге қыдырып жүрген ауруларға ашық терезеден жалықпастан қарап отырар едім. Олардың науқастан азап шеккен жадау жүздері, бұлайғы жұртқа қорқынышты болып көрінетін оғаш қылықтары, сөйлеген сөздері жаныма соншалықты ыстық. Мен оларды жанымдай жақсы көремін. Олардың ешкімге зияны жоқ. Егер дүниедегі бар зиянкестікті тексерер болсақ, солардың бәрін жындылар емес, сау адамдар жасаған ғой. Біз тән ауыратындарға аяушылық білдіріп, оларды жақсы көре түсеміз. Ал жанның дертіне шалдыққандарды көргенде көкейімізде әйтеуір өзіміздің аман екенімізге шүкіршілік білдіретін қаскөй қуаныш тұрады. Ғарыпты аясаңыз, ақыл естен айырылғандарды аяңыз, соларды сүйеңіз. Мен сізді бір сенбіде алып барып ауруханаға ішін аралатайын. Асықпай әрқайсыңмен жеке-жеке әңгімелесіп көріңізші. Сөзі жақсы көріп кетесіз. Мен тіпті бақылау палатасындағы ең қауіпті аурулармен бірге ұйықтауға әзірмін. Қорқынышты дейсіз бе? Қорқыныш деген не тәйірі? Жақсы көру жетіспейді. Жақсы көру арқылы бәрін жеңуге болады. Мен сонда істеген біраз жылдың ішінде неше түрлі жайттерді басынан кештім. Дерт көп, денсаулық біреу. Не көп, аурудың түрі көп. Бірақ солардың ішінде бір оқиға есімде айрықша қалды. Март айының аяқ кезінде бізге жасы 17 шамасындағы бір қыз түсті. Қабылдау үстінде ата-анасы қыздың өзін-өзі бірнеше рет қылғындырып өлтірмек болғанын айтты. Маңдағылардың араласуымен аман қалған. Ал қыздың өзі мүлде басқаша баяндайды. Ол маған қастандық жасаған мынау, бұл менікі емес, мүлде бөтен қол, мені өлтіргісі келіп жүр, деп өзінің оң қолын көрсетеді. Бізде мұны ішкі тұлғаның екіге жарылуы деп атайды. Психопатологияның бір түрі, яғни бір дененің ішінде екі түрлі жан иесін кезектесіп, не қатар өмір сүруі. Мұның бәрі мидың шешілмей жатқан жұмбақтары ғой. Шешесі қызының киімдерін ұстап тұрып, ұзақ жылады. Қызды шомылдырып, аурухананың халатын кигізіп, бірден бақылау палатасына жібердік. Аты Алма екен. Қыз өте сұлу еді. Шашы иығына түскен. Бүйралы кекілі бар. Қатты азап шеккеннен екі қабағының арасына жалғыз сызық тік әжім түскен. Бірақ бой басы таза, өзін өзі күте алатын секілді. Біздің бөлімшеге келгеннен кейін мен Алманы жеке бақылауға алдым. Тұйық, ешкімге қосылмайды. Үнемі қорқыныш үстінде жүретіні көрініп тұр. Бір ғажабы, қыздың жүріс тұрысынан, сөзінен сырқат белгісі байқалмайды. Бірақ ұстамасы өте қатерлі екен. Оң қол шыннан да өз бетінше ақылға сыймайтын әрекеттер жасайды. Оны ең алғаш кезекшілікте отырған түні көрдім. Сағат түнгі 3 шамасында ашық тұрған Алманың палатасынан шыңғырған дыбыс шықты. Әлде қалай шылдырлаған телефонның трубкасын көтеруге үлгермей тура жүгірдім. Мен палатаға кіргенде Алма керуетте жатыр екен. Оң қолы кеңірдегін тас қылып қысып алған. Сол қолмен жанталасып айырмақ болды. Сестра екеуміз оң қолға қатар жармастық. Қолын қайырып керуеттің астына апарғанда түрі көкпеңбек болып кеткен Алма көзін ашты. Тұла бойы қалшылдап, көпке дейін өзіне келе алмады. Мен қолынан, бетінен сипап, үрейін басуға тырыстым. Ештеңе етпейді, Алма қазір бәрі де басылады, дедім көзіне түскен шашын кейін қайырып. Мұндай әрекеттер жүйкенің шаршауына байланысты бола беретін құбылыс. Сен қорықпа. Неге сонша дірілдейсің? Ештеңе де болмайды. Қане,
сабыр ет, мен сенің жанында әлі ұзақ отырамын. Көзімнің қырымен оңға қарадым. Тағы бір әрекетке дайындалып жатқандай керует астында біз қайырып қойған жерде қимылсыз жатыр. Сабыр ет, білдің бе? Ертең жазып шыққаннан кейін бізді туған күніне шақырасың. Туған күнің қашан? Сентябрь айы жемістің піскен шағы. Біз сенің туған күніңде мас болғанша лимонад ішеміз. Алманың түрінен көгерген түсі кете бастады. Тұра тұр, телеп кеттің, сүртейін. Мінекей осылай. Әлде мен саған ертек айтып берейін бе? Алма болмашы жымиды. Қалайсың? Алма басын изеді. Содан кейін үрейленіп өзінің оң қолына қарады. Қорықпа дедім. Тағы да бір қалыпты баяу дауыспен, бұл сенің өз қолың. Жоқ деп баж ете қалды Алма. Жоқ, менікі емес. Жоқ. Алма тағы да терлеп кетті. Мен Алманың керует астындағы қолын ұстадым. Қолы дір ете қалды. Мінеки, ештеңе де жоқ, қорқатын түк те жоқ. Бұдан былай мен саған күнде жадарда әңгіме айтып беріп тұрамын. Жарай ма? Жарайды, деді аздап тынышталған Алма. Қарашы, қандай әдемі қызсың. Ертең жазылып шыққан соң біз сені киноға түсіруге жібереміз. Алма ептеп көңілдене бастады. Мен оның жанында таң бозарғанша отырдым. Сол түннен бастап Алманың науқасы туралы жеке күнделік жүргіздім. Тіпті өзіме жеке ғылыми объектінің табылғанына қуанғанымды да жасыра алмаймын. Оң қол Алмаға тек қалың ұйқы құшағына енгенде шабуыл жасайды. Яғни өзіне қанша түсініксіз болғанмен, өзін өзі өлтіру ниеті қыздың миында бар деген сөз. Бірақ ол ниет кімнің ниеті, қайдан келген? Алманың бүкіл өткен өмірін, мінез құлқын, адамдармен қарым-қатынасын зерттей келіп, мұны өз басынан туған ниет деуге себеп таба алмадым. Бұл қалайда қанмен, я тұқым қуалап келген ниет. Науқастың шешесі, я әкесі, я әкесінің әкесі бір кезде өзін өзі өлтірмек болған. Енді олар әлдебір құпия заңдылықпен Алманың санасында тұрып, өздері өлтіргілері келеді. Бірақ олардың өздері жоқ. Санасының иесі қыз өлуге тиісті. Әлгі ниет қыздың организмі толық тыныштыққа енген кезде таңғажайып қатерлі рефлекс арқылы оянып, оң қолға сигнал береді. Ұстама 3-4 күнде бір, кейде тіпті күн сайын болып тұрады. Алма үрей мен шала ұйқыдан мүлде жүдеп кетті. Біз енді оң қолды керуетке байлап тастайтын болдық. Бұл алғашқы кезде жақсы нәтиже берді. Алма бір аптадай тамаша ұйықтап жүрді. Бірақ оң қол басқа бір қолы ойлап тапты. Ол Алманың көзі ілінісімен байлаудан жұлқынып, дамылсыз ырғап оята бастайды. Ұйқысыздықтан азап шеккен Алма галлюцинацияға ұшырады. Енді оң қолды байлаудан босатып, тек түнгі сағат 3 пен 5-тің арасында бұрынғыша күзет отыратын болдым. Шынымызды айтсақ, күзеткеннен басқа ештеңе бітірмедік. Ешқандай дәрден де, электротерапиядан да әсер болмады. Сенбі күні сағат 9-дан бастап Алманың шешесі мен ағасы келді. Құлыным, дейді анадайдан шешесі. Қалайсың құлыным? Алма үнсіз басын изейді. Шешесі үйден әкелген тағамдары мен жемістерін сөмкесіне шығара бастайды. Керегі жоқ, дейді Алма басын шайқап. Тамақтың керегі жоқ. Содан кейін ораулы жемісті алып, отырғыштың үстіне қояды. Шешесі мен ағасы Алманың түріне қарап біраз отырады. Құлыным, дейді шешесі орамалымен көзін сүртіп. Сосын өткен түні үйге қонақтар келгенін, олардың Алма жататын палатаның нөмірін сұрап алғанын, алдағы сенбіде келіп, қалулары мүмкін екенін әңгіме қылады. Алма үндемейді. Шешесі Алманың бір құрбысының телевизордан тақпақ оқығанын айтады. Алма қабағын шытады. Шешесі қызының түріне үнсіз барлай қарап, қабақ шытуын дерттен болып отырған құбылыс деп өзінше ұғып жым болды. Олар үйлерінде болып жатқан әрбір қызық оқиғаның Алмаға шаншудай қадалатынын түсінбейтін. Жандарына мен келемін. Шешесі бүкіл бәледен құтқаратын құдірет менің қолымда тұрғандай, маған сұраулы, жалынышты көзбен қарай береді. Мен Алманың шашын сипаймын. Алма ертең-ақ жазылып шығады, деймін сенімді көтеріңкі дауыспен. Сіздер бекерге қайғы бермеңіздер. Бізде дерті асқынып кеткен ауруларда жатыр. Оның жанында Алманыкі ойыншық қой.
Қызы мүлдем жазылып шыққандай, шешесі есі шығып қуанып, қайта орамалын алып көзін сүртеді. Айтқаның келсін, айналайын дейді даусы қалтырап. Бағын ашылсын, бақытын жансын, айналайын. Содан кейін бір айтқан сөзін әлденеше рет қайталап, алманың сүт кенжесі екенін, көзінің қарашығындай аялап тәрбиелегенін, үйде де, дүзде де тірі пендеге қақтырып көрмегенін, ал енді мына дерт ешқайсының тұқымында болып көрмеген сұмдық екенін айтып, мұның шағады. Олар алманың көгілін қайтып аулау керек екенін біле алмай, бір-біріне жалтақтап қараумен түске дейінгі уақытты өткізді де, ақылей-өкілей көздерінің жастарын сығып, үйлеріне қайтты. Алма ештемеге сет етпеген күй мелшейіп қала берді. Дүниедегі ең қиын зат жалғыздық қой. Төңірегінде іштегі қайғың мен қуанышыңды өзімен бөлісе алатын жан, серік адамдар барда, тірліктің де, өлімнің де бір мағынасы болуы хақ. Бұдан рас өлімнің салмағы жеңілдеп кетпейді. Өлім қашан да қорқынышты. Бірақ сенің өлімнен қашып, тіршілікке ынтығуының өзі сол тіршіліктің мағынасы барын дәлелдейді. Ал жер бетінде бүкіл тіршілік атаулы жойылып, әлемде жалғыз қалған бір сәтінде елестетіп көрші. Мұндайда өлім қорқынышты емес, керісінше тірлігің қорқынышты болмақ. Алма бойындағы рухани жалғыздық та осыған ұқсас бірдеме еді. Мен алманың жалғыздықтан құлазыған көңіліне қалайда олай жалғыз қарасын болып енгім келді. Ойға алған мақсатыма берілгенім сонша, күн сайын түнгі кезекшілікті бір өзім атқарып жүрдім. Мен қатерлі ұстаманың қай мезгілде болатынын жақсы білетінмін. Сондықтан да дәл осы уақытта алманың қасында болып, оң қолын бақылап, кейде тіпті тас қылып ұстап отыратынмын. Бірде ұйықтап жатқан алманың жанында кітап оқып отырғанмын. Кенет төңіректе әлде бір қимылдың болғанын сездім де, басымды көтеріп алдым. Сол кезде мен оң қолдың кеуде бойымен алқымға қарай жылан секілді ақырын жылжып бара жатқанын көрдім. Бұл шынында да өте қорқынышты көрініс еді. Алманы оятып алмауға тырысып, барынша еппен қолды қыса ұстап керуетке бастым. Қол бір-екі жұлқынды да қайтып қарсыласпады. Алма оянып кетті. Маған әлдегімді ажырата алмай отырғандай түйіле қарап, біраз жатты. Сосын жып-жұмсақ алақанымен менің қолымды сипап жатып, қайтадан көзін жұмды. Бірақ көп ұзамай шошып оянды. Үрейлене шыңғырған алманы әрең дегенде тоқтатты. Не болды, неге шошыдың? Түс көрдім, деді ол дірілдеген үнмен. Қандай түс? Қылғындырды, деді дауысы одан сайын дірілдеп. Мен тіксініп қалдым. Егер оң қол түсінде қылғындыра бастаса, оған менің еш қайраным жоқ еді. Тек алманың қорқынышын басу үшін ол әншейін көп ойланғаннан болатын түстер ғой, деп еді. Мен тірі болсам, сені аман сақтап қаламын. Түсінемісің? Мен сені күзетіп күні-түні отыруға бармын. Тек сен бүйтіп қорықпа, маған сен. Алма менің мойнымнан құшақтап, жылап қоя берді. Кішкентай балаша көз жасына малшынған бет-аузын бетіме үйкеді. Аузыма көз жасының кермек дәмі келді. Жалпы менің өзімде сол кезде болмашы шалғыс дертіне шалдыққан болым ғажап емес. Алмаға деген өзімнің құпия көңілімді тіпті қазір де толық дәлелдеп бере алмаймын. Бар білетінім, алма рухани жалғыз болатын. Ал оны тұңғыш түсінген менмін. Ол жалғыздықтан қашып маған тығылды. Бірақ оған кім болса да бәрібір еді. Әйтеуір біреуге тығылу қажет болды. Мен алманың оң қолын алақаныма салып, сәби еріндері түріліп, ұйықтап жатқан түріне қалғып-шұлғып қарап отыруға әбден дағдыланып алдым. Менің күн сайын өз еркіммен түнгі кезекшілікте қалып, диванға жатып, көз жұмымды алып жүргенімді жұрт өзінше ұқты. Ақыры жолдастарымның арасында мен туралы ешкімге айтпай кандидаттық диссертация жазып жүр деген лақап тарап кетті. Тегінде өзі емдеп жүрген жындылардың біреумен құпиялас, сырлас екен деген ойға ешқайсысының батылы жетпеген болу керек. Мен бір рет түнгі кезекшілікке бара алмай қалдым. Келесі күні алма сол қолымен білегімнен сипап отырып, сіз болмасаңыз, мен әлде қашан өліп қалар едім, деді сыбырлап. Сіз неге келмедіңіз? Түнде қатты приступ болды. Кешір, келе алмадым. Сіз ылғи кешкілік менің жанымда боласыз.
Қашан қыдырасыз? Алма халатының түймесін шұқылай бастады. Қызыңыз бар шығар, сізге қыдыру керек қой. Оның бұл сөзі маған мүлде ұнамады. Менің қызым жоқ, сондықтан кешке ешқайда қыдырмаймын, дедім бетіне тура қарап. Алманың жүзінен бұрынғы айықпас азап белгісі жоғалып, әлде қалай өзімшіл шаттық, еркіндік, адамды имендіретін тергеуші көзқарас пайда болыпты. Мен дәл осы көзқарасты кімнен екені белгісіз, бірақ дәл осы көзқарасты көптен күтіп жүргенімді сездім.